Ей намазын тастаған жан, әлі намазын бастамаған жан, намазыңды қайтадан баста, қайтадан қайт Аллах Тағалаға. Намаз оқымаған, намаз оқымай дүниеде өткен кісілер мына 4 бақытсыз адаммен бірге тіріледі. Ол 4 бақытсыз Фирғауын, Хаман, Қарун және Убей ибн Халаф. Бұл 4 бақытсызды Фирғауынды патшалығы, билігі намаз оқудан, құлшылық қылудан, Құдайға иман келтіруден тосты. Сол үшін намаз оқымаған басшылар, патшалар Фирғауынмен бірге тіріледі. Фирғауын бұл Мысырдың патшасы болған. Хаман деген сол Фирғауынның уәзірі болған. Кімді уәзірлігі, министрлігі, мансабы құлшылық қылудан тосқан болса, намаз оқымаған министрлер, уәзірлер, сондай мансап иелері Хаманмен бірге тіріледі. Ал кімді байлығы намаз оқудан тосқан болса, Қарунмен бірге тіріледі. Бұл да Фирғауынның замандасы, Мұса пайғамбардың нағашысы болған, байлығы құлшылық қылудан тосқан кісі. Сол үшін намаз оқымаған бай адамдар Қарунмен бірге тіріледі. Ал 4-ші Убей ибн Халаф, бұл пайғамбарымыздың кезіндегі кәфірлердің басшылары болған, саудагер болған кісі. Кімді намазды, құлшылығы, саудасы тосса, құлшылығынан, осы намаз оқымаған саудагерлер Убей ибн Халафпен бірге тіріледі. Бұл Убей ибн Халаф пайғамбардың қолына өлген бақытсыз адам. Пайғамбарымыз өмірінде бір-ақ адамды өлтірген. Ол да Убей ибн Халаф. Бұған дәлеліміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн намаз жайлы әңгіме қылып бүйтіп айтады. Мән хафаза алейха канат лаху нуран бурханан ва наджатан яумал қияма. Кім намазды сақтаса, уақытында оқыса, дұрыс орындаған болса, оның қиямет күнгі нұры, құжаты және құтылуы болады. Аман лам юхафиз алейха. Кім намазды сақтамаса, намазды дұрыс орындамаса, уақытында орындамаса, әлде тастаса, оның қиямет күнгі нұры, құжаты және құтылуы жоқ. Яғни қиямет күні ва хушира яумал қиямати ма'a Фирғаун ва Хаман ва Қарун ва Убей ибн Халаф. Қиямет күні Фирғаун мен, Хаман мен, Қарун мен және Убей ибн Халафпен бірге тіріледі. Солармен бірге жиналады деген. Бұл хадисті Абдулла ибн Амр жеткізеді. Бұның иснады жақсы деген имам Ахмад, ибн Хиббан, Табаранилер риуаят еткен. Қиямет күнгі намазы бар адамның нұры болады. Қиямет күнгі Сират көпірінің үстінде қараңғылықта жолын жарық қылады. Сират көпірінен өтеді. Ол күнгі намаз оққан адамның мұмин болғандығына, иман келтірген адам болғандығына құжаты болады. Және қиямет күні намаз оны тозақтың азабынан құтқарады. Аллах Тағала намаз бастауларыңызды, намаздарыңызға бекем болды, жеңілдетсін.